Мәшекеңнің бәйбішесі 1915 жылы қайтыс болады. Бір жыл өткен соң, ауылдың ақсақалдары әрі өзінің туыстасы, сүйікті сырласы Әбәйділда қажы бары жиналып, Мәшекеңе өзіңді күтетін біреу ал деп ақыл айтады. Келінің Зейнепке жалғыз қиын, балалары жас, сауатын малы, тартатын диірмені, теретін тезегі бар. Оның үстіне сізге де уақытында дәм істеу, балаларға киім кешек тігу. Осындай әйелдің толып жатқан шаруасынан артылып, сіздің қыбыңызды таба алмайды ғой, шамасы да, уақыты да жетпейді ғой дейді. Әй, онда Зейнеп енесін алып кеткен Құдай қайсın, осы толып жатқан шаруасын айтып қайтары бар десін. Менің қолымнан келмей тұрған жоқ па? Күндіз түні жоқтасам да, Алланың жазуы солай шығар. Маған кемпірсіз, Зейнепке енесіз өмір сүрсін деген бұйрық шығар. Басқа түскен баспақшыл Алланың бергеніне де, алғанына да риза болуымыз керек қой дейді. Әбәйділда қажы: Мәшеке, бәрі дұрыс. Бірақ түстік өмір сүрсең кештік мал жина деген бар емес пе? Тіршілік болған соң адам тіршілік жасау керек қой деп, әр қайсысы әртүрлі ақыл кеңес айтып көндіреді. Сонан бір жастау бір адамға үйлеседі. Ата-анасы бар. Келісімен батасын алып қосылады. Жаз бойы тұрады. Қысқа қарсы әлгі әйеліне: Мәшекең, үйіңді ата-анаңды сағынған шығарсың. Қыс болса жақындап қалды. Қар түскен соң жол болмайды. Қазір барып төркіндеп қайтсақ деп келісіп, ат арбасын дайындап бір қойын, сәлем сауқыт алып, қайын жұртында 3-4 күндей әңгіме дүкен құрып, мәз қылып, келесі күні қайтпақ болады. Аттанарында атасына: Сізге көп рахмет. Маған қалай бердіңіз, мен қалай алдым, сол күйінде әкеп қалдырдым. Маған сіз ренжімеңіз, мен сізге ризамын. Менің қолымнан Алланың бұйрығын екі қылу келмейді екен. Аллаға қалай шет болайын, түсінетін шығарсыз. Адамды адам жарата алмайды, оны да білесіз деп, қоштасып елге келеді. Ел бұнысын естіп, мұнысы несі? Тап-тамаша күтіп жүреді ғой, байғұс деп. Манағы ақсақалдар мен сүйікті қажысы Әбәйділда бас болып келіп сұрайды: Мұныңыз қалай? Рас па? Әлде сізді ренжітті ме деп. Мәшекең: Рас, ешбір ренжіткен жоқ. Менде бұзақылық істегем жоқ. Бәрі де ризашылық болды. Қалай алдым, солай апарып салдым дейді. Әбекең тұрып: Енді жағдай не болмақ? Келініңізге қалай қарап қаласыз? Жағдай ауыр қой дейді. Мәшекең: Мынау бәрі дұрыс ақыл болды. Осы 4 көздерің түгел отырғанда басын ашып алайық. Зейнепті мына жерге шақырыңдар. Зейнеп келген соң өзіне қарсы отырғызып: Мына аталарыңның әңгімесіне қанық, пысық дейді сені. Естіп жүрмін. Ал сонда енесін Алладан сұрап алсын деп ем, ешқандай хабар жоқ па? Жоқ. Әбәсе солай шығар. Алла бұйрығын екі қылмайды. Сондықтан Алла не лайықтайды, не бұйырады, не көр дейді. Біз пенде соның бәріне көнуіміз керек. Алланың жазып лайықтаған нәрсесін түзетем деп, күпіршілік күнә болады. Бірінші қатының Құдайдың бұйрығы екен, екінші қатының иттің құйрығы екен. Күндіз екеу, түнде 4 болады екенсің. Ол жас тоқал болса, мен кәрі тоқал екем. Әлің келмегенге әлек болма деген бар ғой. Обалына қалмайын деп апарып салдым. Өз халымды білген соң, тең-теңімен, тезек қабымен дегендей. Ал мына ақсақалдар жағдайды ауырлатып айтып отыр. Оны өзімде көріп, біліп отырмын. Бірақ Алланың жазғаннан ешкім екі қып қашып құтыла алмайды, білесің ғой. Және дүние кезек деген бар. Адам жасында бір бала, қартайғанда 2 бала деген, білесің. Бір кезде сен менің балам болғансың. Бүгін енді мен саған бала болайын деп отырмын. Қалай қарайсың? Мына
ақсақалдардың мазасы кетпесін. Келістік пе Зейнепжан? Келісім болса құлақтары естісін, келістім дегейсің. Зейнеп келістім дейді. Олай болса былай болсын, келісім. Сен балаларға неше оянып қарайсың, мені де солай қарайсың. Өзі тұрар деп жата берсең, мені арам өлтіріп аласың. Бұл бір. Екінші, маған келгенде есік қағып лұқсат сұрама, тура кел. Себебі сен лұқсат сұрап тұрғанда менің жауап беруге халым келмей жатыр ма? Қайдан білесің? Мақұл ма дейді. Мақұл деп құбалады ақ Зейнеп. Машекең ақсақалдарға қарап, жағдай шешілді емес пе дейді. Сіздерге де рахмет деп аяқтайды. Содан бері Зейнеп келініне жүк ауырлығы қалады. Қайткен күнде де ренжітпеу керек деп шамасы келгенше күтіп бағады.